Сәлем баршаңызға. Келіп жеткен жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табысқа жете беріңіздер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін жаңа жылдық дастарханға арналған өте дәмді әрі тойымды салат жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал енді бастаймыз. Бізге керекті өнімдерді алдымен дайындап аламыз. Толық рецепттің астында описанияда қалдыратын боламын. Қайнатылған картопымызды және жұмыртқамызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Қайнатылған тауық филемізді бірнеше бөліктерге бөліп, майда кубик етіп тураймыз. Ал енді салатымызды жинауға кірісеміз. Тәрелкеміздің астына кішкене майонез сеуіп, үстіне қайнатылған туралған картопымызды салып, біркелкі етіп, тегістеп, үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, майонезімізді жағамыз. Бұл жерде сіздер майонезді орташа қылып жағыңыз. Аз жағып қоймаңыз, өйткені салатыңыз құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол себепті майонезді орташа, яғни көптеу қылып жақсаңыз болады картоптың үстіне именно. Өйткені картоп барлық майонезді өзінің бойына сіңіріп алады. Екінші кезекте туралған тауық филемізді саламыз, тағы майонезімізді себеміз. Үстінен кукурузамызды саламыз, жүгерімізді. Біркелкі етіп тегістеп, үстінен майонезімізді жағамыз. Ендігі кезекте туралған жұмыртқамыз. Салып, біркелкі етіп тегістеп, үстіне майонезімізді салып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Енді соңғы кезекте сырымызды осылай теркадан өткізіп, бетіне саламыз. Енді кольцомызды жайлап алып, бетіне жүгерімізді сәндік үшін әр жерінен қойып шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте тез дайын болатын салат, әрі тойымды, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дастарханыңыздың көркін ашатын салаттың бір түрі. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.
каналыма тіркеліп, комментарий жазып, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.